Қайырлы күн, достар. Менің тарихтаным каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналдан тарихи білім аласыздар. БЖБ, ТЖБ сұрақтары және тесті талдаулары жүргізіледі. Сондықтан мені қолдап, мотивация беріп, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Өтетін тақырыбымыз 19 ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі. Бұл тақырыптан 19 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін, сондай-ақ осы кезеңде өмір сүрген хан болған Бөкей Ордасының ханы Жәңгір ханның ағартушылық қызметін талқылайтын боламыз. Қазақстанда 19 ғасыр мен 20 ғасырдың бас кезінде халыққа білім беру ісі екі бағытта жүргізілді: діни бағытта және зайырлы бағытта. Діни бағытта келетін болсақ, 19 ғасырдың орта кезіне дейін жүргізілді. Бұлар мектептер мен медреселерде мұсылманша білім алды. Негізінен оларда молдалар сабақ берді, ал мұсылмандар мектебінде негізінен ер балалар оқыды. Сондай-ақ мектептер мен медреселер ата-аналардың қаржысы есебінен салынды. Халық арасында медреселердің беделі күшті болды. Бұнда молдалар менен мұғалімдерді даярлады. Оқу мерзімі 3-4 жылға дейін созылды. Бірақ осы медреселерде тек қана ислам дінінің негіздері бойынша ғана сабақ беріп қойған жоқ. Сондай-ақ математика, тарих, медицина, астрономия, тіл білімі сияқты да бірқатар білімдер берді. Осы медреселерде 1870 жылдан бастап патша үкіметінің бастамасыменен орыс тілінің негіздерін үйрету енгізілді. Себебі Қазақстан бұл кезде Ресейге бағынышты болды. Сондықтан елді басқару үшін аудармашылар, тілмаштар керек болды. Білім берудің екінші бағыты бұл зайырлы бағытта жүзеге асырылды. Яғни 20 ғасырдың бас кезінде мектептер менен медреселер қоғамның талабын орындай алмады. Сондықтан мектептерді реформалау жүзеге асырылды. Оны ұйымдастырушылар жадитшілер болды. 20 ғасырдың бас кезінен бастап жаңа әдістемелік мектептер пайда бола бастады. Оның негізін қалаған қоғам қайраткері, ағартушы Гаспринский болды. Жадитшілер мектептерде ғылыми білімдерді, арифметиканы, географияны, геометрияны, жаратылыстану, тарих сияқты зайырлы пәндерді оқыту қажеттілігін дәлелдеді. Қазақстанда ең алғашқы жаңа әдістемелік мектеп Түркістан қаласында 1900 жылы ашылды. Осындай мектептер Ақтөбеде, кейіннен Жаркентте, Верныйда, Қазалыда, Қостанайда, Семейде, Перовск қалаларында да ашылды. Бұл мектептерде оқу құралдары мен жабдықтар жеткілікті болды. Білімді және білікті мұғалімдер сабақ берді. 19 ғасырдағы қазақтарға білім беру, ағарту ісін айтқан уақытта Бөкей Ордасының ханы Жәңгір ханның еңбегін елемеуге болмайды. Жәңгір хан бұл өзінің қол астындағы халықтың сауатын ашу, Европа мәдениеті мен білімін енгізу, өлкеде ислам дінін дамыту саласында қыруар жұмыстар атқарды. 1841 жылы Жәңгірдің бастамасы бойынша зайырлы мектеп ашылды. Алғашқы мектепте орыс, араб, парсы тілдері, сонымен қатар математика, география, тарих, дінтану пәндері де оқытылды. Жәңгір хан тек ордада ғана емес, Ресейдің оқу орындарына да балаларды жіберіп оқытуға өзінің күш-жігерін жұмсады. Мысалы, Санкт-Петербургқа, Мәскеуге, Астраханьға, Қазанға, Саратовқа, Орынборға оқуға балалар жіберіп отырды. Сондай-ақ Орынбордағы Неплюев кадет корпусына жылына 10 орын берілуіне қол жеткізді. Сөйтіп 19 ғасырдың және 20 ғасырдың бас кезінде қазақ өлкесінде зайырлы мектептер, яғни ғылыми білім негіздерін оқытатын мектептер көптеп ашыла бастады. 1813 жылы Омбыда ашылды. 1825 жылы Орынборда әскери училищелер ашылды. Кейіннен Омбыдағы училище Сібір кадет корпусы деп, ал Орынбордағы училище Неплюев кадет корпусы деп аталды. Бұл оқу орындарына қазақ балаларын қабылдауға шек қойылды. 1850 жылы Орынборда оқу мерзімі 7 жылдық жаңа үлгідегі мектеп ашылды. 1861 жылы Троицкіде және де басқа қалаларда қазақ-орыс мектептері ашылды. 1879 жылы Торғай облысында алғашқы 2 сыныптық орыс-қазақ мектебі пайда болды. 1872 жылы Омбыда мұғалімдер семинариясы ашылды.
Мұғалімдер семинариясында Қазақстан үшін мұғалім кадрларын даярлайтын болды. 1883 жылы Орынбор губерниясының Ор қаласында қазақтарға арналған мұғалімдер мектебі тұңғыш рет ашылды. 1885 жылдан бастап барлық уездерде ауыл шаруашылық мектептері ашылды. 1892 жылы қазақ балалар үшін ауылдық көшпелі мектептер ұйымдастырылды. Бұл оқу орындарының ашылуына қарамастан, бұл Қазақстан үшін тым жеткіліксіз болды. 1897 жылы халық санағы бойынша халықтың 8-1% ғана сауатты деуге болатын еді. Екіншіден, Ресей империясы қазақтың орта және жоғары білім алуына жол бермеуге тырысты. Себебі сауатты қазақтар, олар ұлттық сана сезімі тезірек оянады деп қауіптенді. Бұл оқу орындарында Ресей үкіметі өзінің отаршылдық саясатын жүзеге асыру үшін негізінен хатшылар мен аудармашыларды даярлап, орыс тарихын оқытты. 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап Омбы қаласы, Семей, Орал, Ақмола қалалары халыққа білім берудің орталықтарына айналды. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың бас кезінде Омбының оқу орындарында қазақ халқының көрнекті өкілдері, кейіннен мемлекет және қоғам қайраткерлері болған ұлы тұлғалар, азаматтар оқу бітіріп шықты. Бірінші орыс революциясының ықпалымен қазақтың ұлттық сана сезімі айтарлықтай өсті. Неғұрлым алыстан болжап көре білетін қазақтар өздерінің балаларын Ресейге және шетелдерге оқуға жіберді. Мысалы, Қазан университетінде, Қазан малдәрігерлік институтында, Қазан мұғалімдер семинариясында 100-ге жуық қазақ жастары білім алды. Көптеген жастар Санкт-Петербургте, Мәскеуде, Саратовте, Томскіде, Киевте, Каирда, Тартуда, Бомбейде, Стамбулда және Варшава университеттерінде оқыды. Осы кезеңде білім алған жастар кейіннен қазақ халқының көрнекті өкілдері, мемлекет қайраткерлері, қоғам қайраткерлері болды. Мемлекет үшін, ел үшін ұлттық демократиялық қозғалысқа қатынасты, халық ағарту істеріне қатынасты, өлкені ғылыми тұрғыдан зерттеуге үлес қосты, ұлттық мемлекет құруға атсалысты. Кейіннен кеңес үкіметі бұл адамдарды саяси қуғын-сүргінге ұшыратып, ату жазасына кесті. Достар, мен тақырыпты қысқаша аяқтадым, сондықтан менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, менің еңбегімді бағалап қойыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.